Сәлеметсіздер ме? Құрметті көрермендер, мен Степногорск қаласының әкімшілігі Ақсу кентінің нөмір 1 жалпы орта білім беру мектебінің 9-шы сынып оқушысы Болат Исламбекпін. Мен кіші отанның тарихын таныстырып өтейін. Өмірде барлығы тарихтан басталады. Ертеңгі күн құпия, бүгінгі күн тарих демекші. Тарихта тереңірек білген сайын отанға деген сүйіспеншілік арта түседі. Туған елде ел болмас, туған жерде жер болмас дегендей, әркімге туған өлкесі қымбат. Менің ойымша, адамзат баласы үшін туған өлкесінен артық еш нәрсе жоқ. Себебі бұл мен тұрмақ, аялаған анамыз, қолпаштаған әкеміз, туған туыс, жора жолдастың кіндік қанатамын, туып өскен жері. Менің өлкемнің құрылу тарихы алтын өрісінің пайда болуы мен дамуына байланысты. Оған дәлел біздің мектебіміздегі атамекен мұражайында сақталған құнды деректер болмақ. Ақсу кенті кезінде Масалы деп аталған. Егерде Масалы қазіргі Ақсу кенті кез келген қырынан ерекшеленген болатын. Осы аймақты кезінде Етекбай Түркебайұлы және Панұрмағамбет жайлаған екен. Етекбай Түркебайұлы орта жүздің арғын руына кіретін Қарауылы руының тумасы. Ол кісі атақты би әрі шешен адам болған кісі. Етекбай Түркебайұлы 1799 жылдың мамыр айында қазіргі Ақмола облысы Ақсу кентінен солтүстікке қарай 10 км қашықтықта орналасқан жазықтағы шұрайлы ата-бабалары қоныс тепкен мекені Маңғыбай желауында туып, 1880 жылы айтылған. Маңғыбай қыстағында қыркүйек айының 3-10 күндігінде дүние салған. Нұрмағамбет Сағынайұлы 1848-1925 жылдар аралығында өмір сүріп, халық арасында Пан Нұрмағамбет атымен танымал болған. Ол өте бай адам болды. Асыл тұқымды жылқыларды өсіруді, аң аулауды жақсы көрген. Пан Нұрмағамбет бұл өлкеде әрбір азаматқа өзінің кішіпейілділігін, қайырымдылығын, көмегін көрсеткен. Шетелдік интервенция мен азаматтық соғыс аяқталғаннан кейін Батыс Еуропа елдері мен ақш мемлекетінен экспорттық тәуелділікті жою мақсатында, жас кеңес мемлекетінің экономикасын жаңғырту мақсатында және аграрлық мемлекеттен индустрияға көшіруді жүзеге асыруды көздеді. Осы мақсатта индустрияландырудың басы тастау туралы шешім 1925 жылы желтоқсан айында бүкіл кеңестік большевиктер партиясының 14-ші съезінде қабылданды. Съезде индустрияландырудың негізгі міндеті тұжырымдалды. КСРО-ның экономикалық дербестігін қамтамасыз ету, машиналар мен жабдықтарды тасып әкелетін елден оларды шығаратын елге айналдыру үшін кәсіпорындардың құрылысына арналған материалдарды қамтамасыз ету мақсатында оларды сатып алу үшін алтын қажет болды. 1928-1929 жылдары Қазақстанның жер қойнауын зерттеу үшін геологиялық басқарма тарапынан 50-ден астам іздестіру жұмыстары жүргізілді. Туған өлкем Ақсу кентінің құрылуы өлкенің табиғи байлықтарын зерттеуден басталды. 1929 жылы болашақ Ақсу кентінің алтын шығатын жерлерді іздестіру жұмыстарын бастаған. Осы мақсатта Секнек-кен іздестіру тобы жергілікті тұрғын Желдебай Жүйкеновтің айтуымен ежелгі замандағы алтын орнын анықтап, көп ұзамай Ақсу кентінің түп тамыры тұрғызылды. 1941 жыл отан үшін от кешкендер фашистік басқыншыларға қарсы 1418 оттық күндер мен түндерде Ақсу кентінен 349 жауынгер майдан шебіне аттанады, ал соның 189-ы елге оралып, өзінің отанына қызметін жалғастырады. Ақсу кентінің атамекен мұражайында сонау сұрапыл соғыстан қалған құнды деректер мен құжаттар сақталған. Мамаев қорғанынан әкелінген топырақ, Қапаровтың салат ыдысы, құты, снаряд сынаған. 1941 жылы шығарылған Сталинская правда газеті мұқият сақталған. Осы сәтті пайдаланып, Ақсу кентіндегі мектеп жайлы айтатын болсам, бұл мектеп өзінің жұмысын 1930 жылы бастаған болатын. 7 жылдық алғашқы мектептің директоры Сафонов басқарды. Ақсу кентінің нөмір 1 жалпы орта білім беру мектебінің құрылу тарихы 1987 жылдан бастау алған. Қазіргі таңда мектепте 128 оқушы білім алып отыр. Бүгінгі күнде Ақсу кентінің халық саны 3642 адам. Ақсу кентінің қазіргі жағына келетін болсам, кентімізде 3 кітапхана, 3 балабақша, аурухана, мәдениет үйі, 3 мектептің құрылуы жұмыс істеу тарихынан сыр шертеді. Марат Имантайұлы кентті дамыту үшін оңтайлы шешім тауып, тұрғындардың пікірін ескеріп, қала құраушы мен кәсіпорынмен ынтымақтаса жұмыс жасауда. Туындаған мәселелерді ескере отырып, өткен жылы кәсіпорын қаражаты есебінен спорт және балалар алаңдары салынды. Мәдениет үйі мен әкімдік ғимаратының шатырына жөндеу жүргізілді. Жақында жаңа спорт алаңы ашылды. Ауылдарды жарықтандыру мақсатында өткен жылы Ақсу кентінде 7 көшеде 50 жарықтандыру тірегі орнатылды. Биылғы жылы тағы 70 орнату жоспарлануда. Туған өлкемнің ең бір өзекті мәселелерінің бірі 2020 жылдан бастап ашық тәсілмен алтын өндіріледі. Сол себепті 78 үй тұрғындары Степногорск қаласына және өзге де елді мекендерге көшірілді. Өз жұмысымды елбасының сөзімен қорытындылаймын. Әрбір адамзат тарих қойнауына тереңдеу арқылы өзінің ата-бабалары қалдырған осындай кең байтақ жердің лайықты мұрагері болуға ұмтылсын. Туған өлкеміздің көркеюіне атсалысайық. Назарларыңызға рахмет.